1946 жылдың көктемі еді. Соғыс аяқталғанмен ауыл өмірі әлде бұрынғы қалпына келе қоймаған. Әр үйдің алдында үнсіздік байқалады. Бір жерде ана ұлын күтеді. Бір жерде әйел күйеуін сағынады. Тағы бір жерде ата-ана баласының амандығын тілеп отырады. Ауылдың шет жағында ескі қоңыр үй бар. Сол үйдің ауласында жас келіншек құдықтан су алып тұр. Бұл Көркем. Жасы небәрі 20-да. Ұзын қара шашын қалың етіп өріп қойған. Қара көздері үлкен, керең ойға толы. Ақ жүзі күн сәулесіне шағылысып тұр. Жас болса да, жүзінде өмірдің ауыр іздері байқалады. Көркем осы үйге 2 жыл бұрын келін болып түскен. Күйеуі Асқар соғысқа кеткенде олардың үйленгеніне 3 ай ғана болған. Сол күннен бері Көркем әр таңды үмітпен қарсы алады. Кеш батқан сайын сол үміт аздап сөніп, бірақ толық жоғалмайды. Ол күн сайын ауыл жолына қарап отырады. Бәлкім бүгін хат келер. Бәлкім бүгін жақсы хабар жетер. Бәлкім бүгін Асқар аман екені белгілі болар. Сол күні түс кезінде ауылға пошташы келді. Ат үстінде келе жатқан адам әр үйге тоқтап хат таратып жүр. Бір үйде қуаныш дауысы естіледі. Екінші үйде үнсіздік орнайды. Пошташы Көркемнің үйінің қасына келгенде атының басын баяу тартты. Қолындағы қағаздарға біраз қарап тұрды. Көркемнің жүрегі бірден бір жамандықты сезгендей болды. Пошташы үнсіз ғана қара конвертті ұсынды. Көркемнің қолы дірілдеп кетті. Қара қағаз. Ол конвертті бірден аша алмады. Көз алды тұманданып кетті. Үйдің ішінен инесі шықты. Қарт әйел келіннің қолындағы қағазды көргенде бірден бәрін түсінді. Конверт ашылды. Қағаздағы сөздер қысқа ғана еді. Асқар майдан даласында қаза тапқан. Көркемнің жан дүниесі сол сәтте босап кеткендей болды. Ол айқайлап жыламады. Тек үнсіз отырып қалды. Көзінен жас баяу сырғып түсіп жатты. Сол күні кешке дейін Көркем табалдырықтап отырды. Көзін ауыл жолынан алмайды. Ішінде бір кішкентай үміт бар еді. Мүмкін қате кеткен шығар. Мүмкін біреу келіп бәрін жоққа шығар. Күн батып, дала қараңғылана бастағанда аула жақтан аттың дыбысы естілді. Бір адам қақпадан кірді. Бұл адам ауылға жаңа келген. Бойы ұзын, ығы кең, сары шашы қысқа қиылған. Көк көздері терең. Жүзінде соғыс көрген адамның ауырлығы байқалады. Бұл Қайсар, Асқардың ағасы. Бірақ Көркем оны өмірінде бірінші рет көріп тұр. Қайсар госпитальда ұзақ емделген. Сол себепті ауылға кеш оралған. Ол ең алдымен інісінің үйіне келді. Көркем мен Қайсар алғаш рет сол кеште жүздесті. Екеуі үнсіз ұзақ қарап тұрды. Көркемнің көзінде қайғы бар. Қайсардың жанында ауыр хабар тұр. Осы кездесу Көркемнің өмірін мүлде басқа жолға бұратынын ол кезде ешкім білмеген еді. Қайсар үйге кірген кезде Көркем орнынан баяу тұрды. Бейтаныс адамның жүзінде шаршау байқалады. Оның үстіндегі киім әскери киімге ұқсайды. Бірақ жол шаңнан әбден ағарып кеткен. Қайсардың көк көздері үй ішін бір қарап шықты. Содан кейін Көркемге тоқтады. Жас келіншек бір сәт не айтарын білмей қалды. Қайсар да үнсіз тұр. Бірнеше секундтан кейін ғана ол өзін таныстырды. Асқардың ағасы екенін айтты. Бұл сөз Көркемнің жүрегін тағы бір рет ауыртты. Енді Асқар туралы естеліктер бұрынғыдан да анық көріне бастады. Қайсар үйдің ішінде ұзақ отырмады. Жолдан шаршағаны көрініп тұр. Бірақ оның жан дүниесін мазалаған бір ой бар еді. Інісінің қазасы. Келесі күні ауыл ішінде жаңа әңгіме тарады. Асқардың ағасы соғыстан оралған екен. Бірақ ол жарақат алыпты. Кейбіреулер оның қолының толық жазылмағанын айтты. Кейбіреулер оның мінезі қатты өзгергенін айтты. Көркем болса, бұл адамды енді ғана көріп отыр. Ол туралы ештеңе білмейді. Тек бір ғана нәрсе анық. Бұл адам Асқардың ең жақын туысы. Бір апта өткен соң, ауылдың бірнеше үлкен кісісі Көркемнің үйіне келді. Соғыс жылдарында мұндай жағдай жиі болған. Жас әйел жесір қалады. Ал оның тағдырын ауыл ақсақалдары шешеді. Сол күні де сондай әңгіме басталды. Көркемнің болашағы туралы сөз қозғалды. Жас келіншек жалғыз өмір сүре алмайды. Ауыл өмірі қиын. Сол себепті үлкендер бір ұсыныс айтты. Асқардың ағасы Қайсар Көркемге қамқор болса дұрыс болар еді. Бұл сөз Көркем үшін күтпеген жағдай болды. Қайсар да бұл әңгімені алғаш рет естіп отыр.
Екеуі бір-біріне қарап қалды. Бірден жауап айту мүмкін емес еді. Сол күні кешке Қайсар Көркеммен жеке сөйлесті. Ол асықпай, сабырмен ойын айтты. Екеуі бір келісімге келді. Егер ауыл солай шешсе, олар некеге тұрады. Бірақ бір шарт бар. Екеуі 1 жыл бірге тұрады. Бірақ ерлі зайытты сияқты емес, дос сияқты. Бір-біріне үйрену үшін. 1 жылдан кейін екеуі шешім қабылдайды. Қаласа, бірге қалады. Қаласа, тыныш ажырасады. Көркем бұл ұсынысты ұзақ ойлады. Ақыры келісті. Осылайша тағдыр тағы бір жаңа бет ашты. Ауыл ақсақалдарының шешімінен кейін көп ұзамай Көркем мен Қайсар некеге тұрды. Бұл тойда емес, үлкен мерекеде емес еді. Бар болғаны бірнеше үлкен кісі жиналып, бата берді. Ауыл адамдары мұндай жағдайды бұрында көрген. Соғыс талай шаңырақты шайқалтқан. Көп әйел жесір қалды. Сондықтан мұндай некелер ешкімге таңсық емес. Көркем сол күні басына ақ орамалын тағып отырды. Ұзын қара шашы иығына төгіліп тұр. Қара көздері бір нүктеге қадалған. Қайсар үйдің бір шетінде үнсіз отырды. Оның бойы ұзын, иығы кең. Сары шашы қысқа қиылған. Көк көздері сабырлы, бірақ ішінде көп ой жатқандай. Екеуінің арасында бөтендік сезіледі. Неке қиылған соң адамдар біртіндеп тарай бастады. Үй іші қайтадан тыныш қалды. Сол кеште Қайсар Көркеммен тағы бір рет сөйлесті. Олар бұрын келіскен шартты тағы қайталады. 1 жыл, 1 шаңырақ. Бірақ ерлі зайыпты өмір емес. Әр қайсысы өз орнын сақтайды. Бір-біріне құрметпен қарайды. Уақыт бәрін өзі шешеді. Көркем бұл сөздерді тыныш тыңдады. Ол қарсы болған жоқ. Өйткені оның жүрегінде Асқардың орны әлі босамаған. Сол түнде Қайсар ескі бөлмеге барып жатты. Көркем үйдің 2-ші бөлмесінде қалды. Осылайша олардың ортақ өмірі басталды. Бірақ бұл өмір әдеттегі отбасы өміріне ұқсамайтын. Үй ішінде 2 адам бар. Екеуі бір-біріне бөтенде емес, бірақ жақында емес. Келесі күннен бастап үйдегі тіршілік өз ырғағымен жүре бастады. Таңертең Қайсар ерте тұрады. Аулаға шығып малды қарайды. Көркем ас дайындайды. Олар бірге таңғы ас ішеді. Бірақ ұзақ әңгіме болмайды. Кейде бірнеше сөз ғана айтылады. Кейде мүлде үнсіз отырады. Қайсардың мінезі сабырлы. Ол артық сөйлемейді. Бірақ оның әр әрекетінде тәртіп бар. Соғыс адамды өзгертеді. Көркемде тыныш адам. Ол үй ішін таза ұстайды. Асты дәмді дайындайды. Ауыл әйелдерімен кейде сөйлесіп келеді. Күндер өте бастады. Бірнеше апта өтті. Үйдегі атмосфера біртіндеп жеңілдей бастады. Алғашқыдағы ыңғайсыздық азайды. Кейде кешкісін Қайсар аулада отырып, көкжиекке қарап қалады. Көркемде есік алдында отырып, жөн түтеді. Екеуі көп сөйлеспейді. Бірақ үнсіздік бұрынғыдай ауыр емес. Бір күні Қайсар Көркемге қарапайым сұрақ қойды. Ауыл өміріне үйреніп қалған сұрады. Көркем қысқа ғана жауап берді. Сол кеште олар алғаш рет біраз сөйлесті. Көп емес, бірақ бұрынғыдан көбірек. Осылайша олардың арасындағы суық қабырға аздап қозғала бастады. Екеуі бір-бірін байқамай зерттеп жүргендей. Қайсар Көркемнің сабырлы екенін байқады. Ал Көркем Қайсардың сырттай қатал көрінгенімен ішінде жұмсақ мінез барын сезе бастады. Бір шаңырақ астында өмір сүрген сайын адамдар бір-бірін байқамай тани бастайды. Көркем мен Қайсардың өмірінде де дәл солай болды. Алда оларды әлі талай күн, талай сынақ күтіктіреді. Бірақ екеуі де әзірге бір нәрсені анық түсінді. Бұл үйде олар кек міндет үшін ғана емес, бір-біріне құрметпен өмір сүріп жатыр. Ал құрмет бар жерде уақыт өте келе басқа сезімдер де пайда болуы мүмкін еді. Көркем мен Қайсар бір шаңырақтың астында тұрса да, әрқайсысының өз орны бар еді. Үйде 2 бөлек бөлме болатын. Көркем алдыңғы бөлмеде жататын. Терезесі аулаға қарайды. Таңертең күн сәулесі ең алдымен сол бөлмеге түседі. Қайсар артқы бөлмені таңдаған. Ол бөлме қарапайым, үлкен емес, бірақ тыныш. Екеуі де бір-бірінің жеке кеңістігін құрметтейді. Кешкісін Қайсар өз бөлмесіне кетеді. Көркем де өз бөлмесінде ұйықтайды. Олардың өмірі сырт көзге түсініксіз көрінуі мүмкін. Бір шаңырақта тұрады, бірақ ерлі зайыптылар сияқты емес.
Бұл екеуінің өзара келісімі еді. Көктем ортасына келгенде ауылда кішкентай мереке ұйымдастырылды. Соғыс аяқталғанына 1 жыл толуына байланысты жастар кеш өткізбек болды. Ауыл клубында музыка ойнайды, адамдар жиналады. Көршілер Көркемді де шақырды. Алғашында ол барғысы келмеді. Бірақ ауыл әйелдері қолқалап қоймады. Үйде ғана отыра бермей, адамдар арасына шық, деді олар. Көркем ұзақ ойланды. Соңында баруға шешім қабылдады. Кешке қарай ол сандықты ашты. Ішінде бұрын сирек киетін көйлегі бар еді. Бұл көйлекті Асқар тірі кезде алып берген. Жұмсақ матадан тігілген, қою көк түсті әдемі көйлек. Көркем оны қолына алып біраз тұрды. Жүрегі шүмете қалды. Бірақ бүгін оны киюге бел буды. Ұзын қара шашын тарқатып, қайта өрді. Бетіне жеңіл ғана реңк берді. Көйлекті кигенде айна алдында біраз тұрды. Жас келіншек бұрынғыдан да әдемі көрінді. Қара көздері терең, ақ жүзі нәзік. Ұзын бойымен сымбатты тұлғасы көйлегіне ерекше жарасып тұр. Сол кезде үйдің есігі ашылып, Қайсар кірді. Ол бір сәт тоқтап қалды. Көркемді бұрын күнделікті киімде ғана көріп жүрген. Ал бүгінгі көрініс мүлде басқа еді. Сары шашы мен көк көздері бір сәт қозғалыссыз қалды. Қайсар алғаш рет Көркемнің сұлулығын анық байқады. Ол сөз айтпады, бірақ көзқарасында таңданыс бар еді. Көркем мұны байқап қалды. Сәл ыңғайсызданып, орамалын түзеді. Ауылдағы кешке барам, деді жай ғана. Қайсар басын изеді. Бар, адамдармен араласқан дұрыс. Сөз қысқа болды, бірақ сол сәтте олардың арасындағы бұрынғы суықтық аздап ергендей сезілді. Ауыл клубы кешке толып кетті. Музыка ойнап тұр, жастар билеп жүр. Көркем ішке кіргенде көп адам оған назар аударды. Оны көптен бері бұлай көрмеген. Бірнеше қыз жанына келіп амандасты. Біраз уақыттан кейін музыка басталды. Көркем би алаңына шықпады. Ол шет жақта отырды. Бірақ адамдармен сөйлесіп, күліп отырды. Осы кезде есік ашылды. Ішке Қайсар кірді. Ол кешке бармаймын деп ойлаған. Бірақ бір себеппен келген. Залдың ішінде көздері бірден Көркемді іздеді. Ол оны адамдардың арасында бірден байқады. Қою көк көйлек, қара шаш, жарқыраған көздер. Қайсардың жүрегінде түсініксіз сезім пайда болды. Бұрын ол Көркемді кек інісінің жары ретінде қабылдайтын. Ал қазір ол басқа қырынан көрінді. Қайсар залдың шетінде біраз тұрды. Көркем оны байқап қалды. Екеуінің көздері түйісті. Сол сәтте екеуі де бір нәрсені сезді. Бірақ оны ешқайсысы сөзбен айтқан жоқ. Кеш жалғасып жатты. Ал Көркем мен Қайсардың арасындағы үнсіз байланыс сол түнде аздап өзгере бастаған еді. Ауыл клубындағы кеш қызып тұрған. Музыка бір сәт тоқтап, қайтадан баяу әуен басталды. Жастар би алаңына шығып жатты. Біреулер күліп сөйлеседі. Біреулер баяу қимылдап билейді. Көркем залдың шетінде отырған. Қою көк көйлегі оның сымбатты тұлғасын айқындап тұр. Ұзын қара шашы иығына төгіліп, қара көздері шам жарығында ерекше жарқырайды. Көптен бері адамдар оны бұлай әдемі көрмеген. Бірнеше жігіт алыстан қарап тұрды. Солардың бірі батылданып жақындады. Бұл ауылдағы жас жігіттердің бірі, аты Ермек. Ол Көркемнің алдына келіп тоқтады. Биге шақырсам қарсы болмайсыз ба? Деді сыпайы. Көркем бір сәт ойланып қалды. Көптен бері би билеп көрмеген. Жүрегінде бір түрлі қысылу бар. Бірақ бас тартуда ыңғайсыз. Ол жай ғана басын изеді. Екеуі би алаңына шықты. Музыка баяу. Жастар жұптасып билеп жатыр. Көркем де Ермекпен бірге қозғала бастады. Осы сәтте залдың екінші шетінде тұрған Қайсар бәрін көріп тұр. Ол бастапқыда ештеңе сезбегендей еді. Бірақ Көркем басқа адаммен билеп жүргенін көргенде кеудесінде бір түсініксіз ауырлық пайда болды. Қайсар мұндай сезімді күтпеген. Өйткені олар бір-біріне тек дос сияқты өмір сүріп жатқан. Екеуінің арасында ешқандай талап жоқ. Сонда да оның көзі Көркемнен айырылмай қойды. Би біткенше Қайсар сол жерде тұрды. Көркем де бір кезде оның қарап тұрғанын байқап қалды. Олардың көздері тағы да тиісті. Бұл жолы Көркем Қайсардың жүзінде бұрын байқалмаған бір нәрсені көрді. Бұл қызғанышқа ұқсайтын сезім еді. Бірақ Қайсар оны жасырғысы келгендей басқа жаққа қарады. Би аяқталған соң
Көркем орнына қайтып отырды. Ермек тағы сөйлескісі келген. Бірақ Қайсар сол сәтте олардың қасына келді. Ол ештеңе демеді. Тек Көркемге қарап, «Үйге қайтайық», деді сабырлы дауыспен. Көркем таң қалды. «Қазір ме?» «Иә, кеш болды». Қайсардың дауысы қатты емес, бірақ анық. Көркем қарсы болмады. Екеуі бірге клубтан шықты. Түнгі ауа салқын. Ауыл көшесі тыныш. Екеуі қатар жүріп келеді. Біраз уақыт ешкім сөйлемеді. Соңында Көркем үнсіздікті бұзды. «Неге ерте қайттық?» Қайсар бір сәт ойланып қалды. Сосын қысқа ғана жауап берді. «Шаршадым». Бұл толық жауап емес екенін екеуі де түсінді. Бірақ әңгіме әрі қарай жалғасқан жоқ. Үйге жеткен соң әрқайсысы өз бөлмесіне кетті. Қайсар әдеттегідей артқы бөлмеге кірді. Көркем алдыңғы бөлмесіне өтті. Бірақ сол түнде екеуі де ұзақ уақыт ұйықтай алмады. Көркем Қайсардың клубта қалай қарағанын есіне түсірді. Ал Қайсардың ойынан Көркемнің көк көйлекпен билеп тұрған бейнесі кетпей қойды. Сол кештен кейін олардың арасындағы сезімдер бұрынғыдай жай ғана достық болып қалмауы мүмкін еді. Келесі күні ауыл баяу тіршілігіне қайта кірісті. Таңғы салқын ауада адамдар малын шығарып, ауласын реттеп жүр. Көркемде әдеттегідей ерте тұрды. Кешегі кеш оның ойынан кетпей қойды. Айна алдында көйлегін шешіп, орнына салып жатқанда, Қайсардың сол кештегі көзқарасы есіне түсті. Бұрын ол оған дәл солай қарамаған. Көркем бұл ойды бірден ысырып тастағысы келді. Бірақ көңіл бір нәрсені сезгендей. Ас дайындап жатқанда Қайсар да ауладан кірді. Үстінде қарапайым жұмыс киімі. Бойы ұзын, кең иықты тұлғасы есіктен кіргенде бөлме тар болып кеткендей көрінеді. Ол үстелге үнсіз отырды. Көркем шай құйып берді. Бұрынғыдай қысқа әңгіме ғана болды. Бірақ бүгін екеуі бір-біріне көбірек қарайтын сияқты. Түске қарай Көркем ауылдағы құдыққа барды. Әйелдер әдеттегідей жиналып сөйлесіп тұр. Көркем келгенде олар бір сәт үнсіз қалды. Сосын біреуі жымиып, «Кеше клубта әдемі болып жүрдің», деді. Тағы бірі сөз қосты. «Көптен бері сені бұлай көрмегенбіз». Көркем сыпайы ғана күлімсіреді. Бірақ олардың көзқарасында басқа сұрақ бар екенін сезді. «Ермекпен жақсы биледіңдер», деді бір әйел. Сол кезде Көркем сәл қысылып қалды. Ауылда сөз тез тарайды. Кешегі кішкентай оқиға бүгін үлкен әңгімеге айналып кеткен сияқты. Көркем ештеңе демеді. Суды алып үйіне қайтты. Үйге келгенде Қайсар аулада бір нәрсе жөндеп отыр екен. Көркем оны сырттай бақылап қалды. Қайсардың қимылы сабырлы. Соғыстан кейін де оның бойындағы тәртіп жоғалмаған. Бірақ бүгін оның жүзі бұрынғыдан ойлы көрінеді. Көркем құмырасын қойып үйге кіріп кетті. Ал Қайсар оның артынан бір сәт қарап тұрды. Ауылдағы сөз оғанда жеткен еді. Бірақ ол ештеңе айтқан жоқ. Кешке қарай Көркем дүкен жаққа барды. Күн жылы. Ауыл көшесінде адамдар аз. Дүкеннің алдында біреу тұр екен. Бұл Ермек. Ол Көркемді көріп, жымиып амандасты. «Кеше кеш жақсы өтті», деді ол. Көркем сыпайы ғана басын изеді. «Иә». Ермек біраз үнсіз тұрды. Сосын қайта сөйледі. «Егер қарсы болмасаңыз, тағы бір күні серуендеп қайтсақ қалай болады?» Бұл сөз Көркемді тосыннан ұстап алды. Ол не жауап берерін білмей қалды. Сол сәтте арт жақтан таныс дауыс естілді. «Көркем!» Екеуі бірдей бұрылды. Бұл Қайсар еді. Ол дүкен жаққа келе жатыр екен. Ұзын бойы алыстан ақ байқалады. Көк көздері салқын көрінеді. Қайсар жақындап келді. Ермекпен қысқа ғана амандасты. Атмосфера бірден өзгерді. Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Қайсар Көркемге қарап, «Үйге жүр», деді жай ғана. Бұл сөз бұйрық емес, бірақ анық айтылған. Көркем ештеңе демеді. Ермекке қысқа қоштасып, Қайсармен бірге жүріп кетті. Жол бойы екеуі үндемеді. Кек аяқ дыбысы ғана естіледі. Біраз уақыттан кейін Көркем тоқтап, «Неге келдің?» «Дүкенге». Қайсар қысқа жауап берді. Бірақ бұл толық шындық емес екенін екеуі де түсінді. Көркем тағы сұрады. «Неге мен шақырдым?» Қайсар бір сәт тоқтап қалды. Сосын Көркемге қарады. Көк көздерінде бұрын байқалмаған қаттылық бар. Ауыл кішкентай, адамдар көп сөйлейді. Осы сөзден кейін қайта жүре бастады. Көркем үндемеді.
бірақ оның жүрегінде бір жаңа сезім қозғалғандай болды. Қайсар оны қорғап жүргенде. Сол кеште үйге келген соң, Көркем бірден ас дайындауға кірісті. Бірақ оның ойы басқа жақта еді. Дүкеннің алдында болған жағдай қайта-қайта есіне түсе береді. Қайсар да әдеттегідей ауылдағы жұмыстарын бітіріп, үйге кірді. Үй іші тыныш. Көркем дастархан жайып қойды. Екеуі қарсы отырып тамақ ішті. Бірнеше минут ешкім сөйлемеді. Ақырында Көркем шыдамай сұрады. Сен неге Ермекпен сөйлесіп тұрғанымды ұнатпадың? Қайсар қасықты жай ғана қойды. Біраз ойланды. Ұнатпау емес, деді сабырмен. Ауылда сөз тез тарайды. Адамдар бәрібір сөйлейді. Қайсар басын сәл көтеріп, Көркемге қарады. Сол сөздің ішінде сенің атын жүрмесін деймін. Бұл жауап Көркемді бір сәт ойландырып тастады. Қайсардың даусы қатты емес, бірақ сөзінде қамқорлық бар еді. Бұрын ол мұны байқамаған. Сол кеште олар бұрынғыдан ұзақ сөйлесті. Өткен өмір туралы, ауыл туралы, соғыс туралы. Қайсар алғаш рет майдандағы күндер туралы аздап айтты. Жарақат алғанда сөз арасында еске алды. Көркем оны тыныш тыңдап отырды. Бұл әңгімеден кейін екеуінің арасындағы бөгде сезім аздап жеңілдегендей болды. Келесі күндері Көркем Қайсарды басқа қырынан байқап жүрді. Бұрын ол тек сабырлы, тұйық адам сияқты көрінетін. Ал қазір оның бойында тағы бір қасиет бар екенін түсінді. Қамқорлық. Қайсар сөзбен көп нәрсе айтпайды, бірақ ісімен білдіреді. Бір күні Көркем құдықтан су алып келе жатқанда шелегі ауыр болып кетті. Қайсар алыстан көріп, бірден жанына келді. Ештеңе демей шелекті өзі көтеріп алды. Осындай кішкентай әрекеттер жиілей бастады. Көркем мұны байқамай қалмайды. Кейде ол Қайсарға қарап ойланып қалады. Бұл адам бұрын оған бөтен еді. Ал қазір бір шаңырақтағы ең жақын адамға айналып бара жатқандай. Сол күні кешке ауыл үстінде әдемі тыныштық орнады. Күн батып, аспан қызғылт түске боялды. Көркем ауылда жөн түтіп отыр. Қайсар жанындағы орындыққа келіп отырды. Екеуі сөйлеспеді. Көктем баяу жазға айналып бара жатты. Ауыл маңындағы дала жасыл түске толды. Көркем мен Қайсардың күндері де бір қалыпты өтіп жатты. Екеуі бұрынғыдай бөлек бөлмелерде жатады. Қайсар артқы бөлмеде, Көркем алдыңғы бөлмеде. Бұл олардың келісімі еді. Бірақ күн сайын бір нәрсе өзгеріп жатқандай сезіледі. Бір күні кешке Қайсар үйдің алдында ағаш жонып отырды. Көркем есік алдында отырды. Жел оның қара шашын жеңіл тербейді. Қайсар бір сәт жұмысын тоқтатып, Көркемге қарап қалды. Сол сәтте ол бір нәрсені анық түсінді. Бұл қыз енді оған жай ғана інісінің жары емес. Жай ғана бір үйдегі адам емес. Ол бұл ойдан өзі де сәл шошып кетті. Көзін басқа жаққа бұрды. Ал Көркем болса, оның қарап тұрғанын байқамағандай отыр. Бірақ оның жүрегі де бұрынғыдай тыныш емес еді. Екеуі бір шаңырақ астында өмір сүрген сайын бір-біріне үйреніп бара жатқан. Ал уақыт өткен сайын бұл үйрену жай ғана достық болып қалмауы мүмкін еді. Жаздың басы еді. Күн ұзарып, ауыл тіршілігі қыза түскен уақыт. Таңертең ерте адамдар егістікке кетеді. Кешке шаршап үйіне оралады. Көркем сол күні ауылдың шетіндегі бұлаққа су алуға шықты. Қолында 2 шелек. Жол тыныш. Бірақ бұлақтың жанында біреу тұр екен. Бұл Ермек. Ол Көркемді көріп жымиып амандасты. Қайырлы күн. Көркем де сыпайы жауап берді. Ермек бірден сөз бастады. Біраз уақыт сөйлесе алмай жүрдік. Көркем қысқа ғана жауап берді. Ауыл кішкентай, кездесіп қаламыз. Ермек бір сәт ойланып тұрды. Көркем, мен сен туралы көп ойландым. Бұл сөз Көркемге күтпеген еді. Ол үндемей қалды. Сол кезде арт жақтан таныс қадам дыбысы естілді. Қайсар. Ол егістік жақтан келе жатыр екен. Ұзын бойы алыстан байқалады. Көк көздері екеуіне бірдей тоқтады. Қайсар жақындап келіп амандасты. Дауысы сабырлы. Бірақ жүзінде салқындық бар. Ермек қысқа ғана қоштасып кетіп қалды. Көркем мен Қайсар үйге қарай бірге жүрді. Жол бойы үнсіздік орнады. Сол кеште Қайсар ұзақ уақыт аулада отырды. Күн батып бара жатыр. Аспан қызғылт түске боялған. Қайсардың ойында бір ғана көрініс айналып жүр.
Бұлақ жанында тұрған Көркем мен Ермек. Бұл көрініс оған түсініксіз сезім әкелді. Өзіне сұрақ қойды. Неге бұл оған ұнамады? Олар бір-біріне ештеңе уәде етпеген. Көркем еркін адам. Ал Қайсар кек келісім бойынша оның жанында жүр. Бірақ жүрек кейде ақылға бағынбайды. Ол орнынан тұрып үйге кірді. Көркем дастархан жайып жатыр екен. Шам жарығы оның жүзін жұмсақ көрсетеді. Ұзын қара шашы иығына түскен. Қайсар оны бір сәт үнсіз бақылап тұрды. Бұл қыздың өмірі қиын болғанын ол жақсы түсінеді. Сондықтан оны ешқашан қысымға алғысы келмейді. Бірақ бір нәрсе анық. Көркем оның өміріне баяу, байқалмай еніп бара жатыр. Сол кеште екеуі аулада бірге отырды. Жел баяу соғып тұр. Ауыл үстінде тыныштық. Көркем аспанға қарап отыр. Жұлдыздар анық көрінеді. Қайсар біраз уақыт үндемей отырды. Сосын жай ғана сұрады. Ермек не айтты? Көркем таңырқап қарады. Неге сұрайсың? Жай? Көркем біраз ойланып жауап берді. Ештеңе ерекше емес. Қайсар басын изеді. Сөз осымен аяқталды. Бірақ сол кеште Көркем бір нәрсені байқады. Қайсар бұрынғыдан көбірек ойлы. Ал Қайсар болса, бір шындықты түсінді. Көркем оның өмірінде жай ғана уақытша адам емес. Бұл ой екеуінің де жүрегіне жаңа сезімнің белгісін қалдырды. Бірақ олар оны әлі дауыстап айтатын уақыт келген жоқ. Жаз ортасына жақындаған шақ. Ауылда үлкен қуаныш болатын болды. Көрші ауылдағы бір отбасының баласы үйленбек. Соған байланысты үлкен той ұйымдастырылатын жайлы хабар бүкіл ауылға тарады. Ауылдағы адамдар мұндай мерекені көптен күтеді. Соғыс жылдарында той аз болған. Сондықтан әрбір қуаныш бәріне ортақ сияқты. Көркемді де шақырды. Алғашында ол барғысы келмеді. Бірақ көрші әйелдер тағы да қолқалады. Жастар арасына барып кел, үйде ғана отыра берме, деді олар. Көркем ақыры келісімін берді. Кешке қарай сандықты ашты. Ішінде сақталған бірнеше көйлегі бар. Солардың арасынан біреуін таңдады. Бұл көйлек ашық жасыл түстеді. Жұмсақ матадан тігілген. Сымбатты тұлғасына әдемі жарасады. Ұзын қара шашын тарады. Жеңіл ғана өріп, артына түсірді. Айна алдында біраз тұрды. Бұрынғы Көркем қайта оралғандай. Сол кезде үйдің есігі ашылып, Қайсар кірді. Ол бір сәт тоқтап қалды. Көркемді бұрын мұндай кейіпте сирек көретін. Жасыл көйлек оның ақ жүзін одан сайын айқындап тұр. Қара көздері жарқырап кеткен. Қайсар ештеңе демеді. Бірақ оның көзқарасы бәрін айтып тұрды. Көркем оның қарап тұрғанын байқап, сәл жымиып қойды. Тойға барам. Қайсар басын изеді. Бар. Бірақ оның жүрегінде тағы да бір түсініксіз сезім қозғалды. Той басталғанда ауыл адамдары түгел жиналды. Музыка ойнап тұр. Жастар билеп жүр. Көркем ішке кіргенде бірнеше адам бірден назар аударды. Оны көптен бері бұлай көрмеген. Көрші қыздар жанына келіп бірге отырғызды. Біраз уақыттан кейін би басталды. Жастар жұптасып билей бастады. Сол кезде Ермек тағы да Көркемнің жанына келді. Биге шақырсам қарсы болмайсыз ба? Көркем сәл ойланып қалды. Сосын келісімін берді. Екеуі би алаңына шықты. Музыка баяу. Жұптар жай қимылдап билеп жатыр. Сол сәтте залдың шетінде тұрған Қайсар бәрін көріп тұр. Ол бастапқыда тойға бармаймын деген. Бірақ соңында өзі де келген. Залдың ішінде көздері бірден Көркемді іздеді. Ал оны басқа адаммен билеп жүргенін көргенде жүрегі біртүрлі қысылып кетті. Қайсар өз сезімін түсінбей тұр. Бірақ бір нәрсе анық. Бұл көрініс оған ұнамады. Той біткен соң адамдар тарай бастады. Түн тыныш. Көркем үйге қайтып келе жатыр. Жолдың шетінде Қайсар күтіп тұр екен. Екеуі қатар жүріп береді. Біраз уақыт ешкім сөйлемеді. Соңында Қайсар тоқтап, Көркем. Ол алғаш рет оның атын ерекше үнмен айтты. Көркем бұрылып қарады. Иә? Қайсар біраз ойланды. Сосын жай ғана айтты. Сен бақытты болуың керек. Көркем бұл сөзді күтпеген. Мен бақыттымын. Қайсар басын сәл шайқады. Жоқ, мен шын бақыт туралы айтып тұрмын. Осы сөзден кейін үнсіздік орнады. Екеуі қайта жүре бастады. Көркем сол түні ұзақ ойланды, ал Қайсар бір нәрсені анық түсінді.
Көркем оның өмірінде жай ғана уақытша адам емес. Бірақ ол әлі бұл сезімді ашық айтуға дайын емес еді. Егер қаласаңыз, келесі 19-21 бөлімдерде оқиға одан да қызық болады. Қайсар алғаш рет өз сезімін түсінеді. Көркем де оның өзгергенін байқайды. Екеуінің арасындағы үлкен әңгіме болады. Олардың 1 жылдық келісімі туралы мәселе көтеріледі. Күздің басы еді. Таңертең ауыл көшесінде шаң көтеріліп, арба тоқтады. Арбада 2 жүк пен 1 жас қыз отыр. Бұл ауылға жаңадан келген мұғалім. Аты Айдана. Ол қала жақтан келген. Шашы ашық қоңыр, көзі ашық түсті. Жүзі күлімсіреген. Киімі де ауыл қыздарынан сәл өзгеше. Ауыл адамдары оны бірден байқап қалды. Мектеп директоры оны қарсы алып мектепке апарды. Сол күні ауыл ішінде жаңа әңгіме басталды. Жаңа мұғалім келіпті. Өте жас екен. Қалада оқыған көрінеді. Бұл жаңалық Көркемнің де құлағына жетті. Бірақ ол бұл сөздерге көп мән бермеді. Бірнеше күннен кейін тағы бір жаңалық шықты. Мектепке жаңа қызметкер керек болыпты. Ауылдың бірнеше адамына ұсыныс айтылған. Солардың ішінде Қайсарға да жұмыс ұсынылған. Соғыстан кейін ол тұрақты жұмыс істемей жүрген. Сондықтан мектептегі жұмыс оған жақсы мүмкіндік еді. Қайсар біраз ойланды. Ақыры келісімін берді. Осылайша ол мектепке жұмысқа орналасты. Мектептің алғашқы күні. Қайсар аулаға кіргенде балалар шулап ойнап жүр. Ол директор бөлмесіне кіріп шықты. Сол кезде дәлізден бір қыз келе жатты. Бұл Айдана. Ол жаңа мұғалім екенін бірден түсінуге болады. Айдана Қайсарды көріп жымиып амандасты. Сіз жаңа қызметкерсіз бе? Қайсар қысқа жауап берді. Иә. Айдана өзін таныстырды. Мен қазақ тілі пәнінен сабақ беремін. Екеуі қысқа сөйлесті. Айдана ашық мінезді, сөзге жеңіл қыз екен. Қайсар болса, бұрынғыдай сабырлы. Бірақ сол күннен бастап олар мектепте жиі кездесетін болды. Кешке Қайсар үйге келгенде Көркем ас дайындап жүреді. Мектеп қалай? Деп сұрады Көркем. Жақсы. Қайсар қысқа жауап берді. Көркем тағы сұрады. Жаңа мұғалім келіпті дейді. Иә. Қандай адам екен? Қайсар бір сәт ойланып қалды. Жас қыз. Сөз осымен аяқталды. Бірақ Көркем неге екенін білмей, ішінен бір түсініксіз сезім сезді. Келесі күндері Қайсар мектепке ерте кетіп, кешірек оралатын болды. Бұл бұрынғыдан өзгеше. Көркем оны байқап жүр. Бір күні ауыл әйелдері тағы да құдық жанында әңгіме айтып тұр. Сол жерде бір сөз естіді. Жаңа мұғалім мен Қайсар мектепте көп сөйлеседі екен. Тағы бір әйел күлді. Жас қыз бой, әңгімесі жарасатын шығар. Көркем бұл сөздерді естігенде жүрегі біртүрлі болып кетті. Өзде түсінбеген сезім. Бұл ашу емес. Бұл реніш емес. Бірақ жүректің бір жері ауырғандай. Сол күні кешке Қайсар үйге келгенде Көркем оны бұрынғыдан көбірек бақылап отырды. Қайсар ештеңе байқамағандай ас ішіп отыр. Ал Көркем бір нәрсені түсіне бастады. Бұрын ол Қайсардың басқа адамдармен сөйлескеніне мән бермейтін. Ал қазір ол алғаш рет қызғанышқа ұқсайтын сезімді байқап отыр еді. Бір күні түстен кейін Көркем алдыда кір жайып жүреді. Күн жылы, аспан ашық. Сол кезде қақпа жақтан бір қыздың дауысы естілді. Сәлеметсіз бе? Көркем бұрылып қарады. Қақпа алдында жас қыздыр. Бұл ауылға келген жаңа мұғалім Айдана еді. Көркем оны бірден таныды. Айдана күлімсіреп тұр. Қайсар үйде ме? Көркем бір сәт тосылып қалды. Жоқ, мектепте. Айдана басын изеді. Мен тек бір дәптер қалдырып кетейін деп едім. Көркем оны үйге шақырды. Екеуі ішке кірді. Айдана айналаны қызығып қарап отыр. Үй өте жайлы екен. Көркем сыпайы ғана жымиып қойды. Біраз уақыт сөйлесіп отырды. Айдана ашық мінезді қыз екен. Көп сөйлейді, көп күледі. Ал Көркем сабырлы. Бірақ Айдананың Қайсардың атын жиі айтуы Көркемнің жүрегіне бір түрлі әсер етті. Айдана кетіп бара жатқанда, Қайсар мектепте көп көмектеседі, деді. Осы сөз Көркемнің ойында ұзақ сақталып қалды. Сол кеште Қайсар үйге келгенде, Көркем әдеттегідей ас дайындап отыр еді. Бірақ бүгін оның көңілі тыныш емес. Саған біреу келді, деді Көркем. Кім? Айдана. Қайсар сәл таңырқап қалды. Не үшін? Дәттер қалдырып кетті.
Қайсар басын изеді. Иә, мектеп жұмысы. Сөз осымен аяқталды. Бірақ Көркемнің ішінде бір нәрсе қозғалып тұр. Ол бұл сезімді өзі де түсінбей отыр. Неге Айдананың келуі оған ұнамады? Неге Қайсардың атын жиі естіген сайын көңілі өзгеріп кетеді? Ол өзінен сұрай берді, бірақ жауап таба алмады. Сол түнде Көркем өз бөлмесінде ұзақ жатты. Терезеден ай сәулесі түсіп тұр. Ол бір нәрсені ақырында түсінді. Бұл сезім қызғаныш еді. Бірнеше күн өткен соң, кешкі ас кезінде Көркем күтпеген сөз айтты. Қайсар, иә? Сен Айданамен жиі сөйлесесің бе? Қайсар бір сәт ойланып қалды. Мектепте жұмыс бар, кейде сөйлесеміз. Көркем оның көзіне қарады. Ол саған ұнай ма? Бұл сұрақ күтпеген еді. Қайсар Көркемге ұзақ қарады. Сосын жай ғана жауап берді. Неге сұрайсың? Көркем жауап бермеді. Біраз үнсіздік орнады. Ақыры ол жай ғана айтты. Білмеймін. Сол сәтте Қайсар бір нәрсені түсінді. Көркем бұрынғыдай тыныш емес. Оның ішінде жаңа сезім оянып жатыр. Ал бұл сезім олардың арасындағы қатынасты мүлде өзгертуі мүмкін еді. Бірнеше күн өткен соң Айдана тағы да Көркемнің үйіне келді. Бұл жолы ол кек амандасу үшін келгенін айтты. Көркем оны ішке шақырды. Екеуі шай ішіп отырды. Айдана ауыл өмірі туралы сөйлеп отыр. Қалада өскен қыз үшін бұл жердің бәрі жаңа. Біраз уақыт өткен соң Айдана кенет Көркемге қарап сұрақ қойды. Сізбен Қайсардың некелері қалай болды? Сұрақ күтпеген еді. Көркем бір сәт ойланып қалды. Сосын шындықты жасырмады. Біз бір жыл ғана бірге тұрамыз деп келіскенбіз. Айдана таңырқап қалды. Неге? Тағдыр солай болды. Көркемнің дауысы тыныш. Айдана біраз ойланып отырды. Сосын жай ғана айтты. Қайсар жақсы адам. Сол кеште Қайсар мектептен кеш оралды. Көркем оның жүзінен шаршағанын байқап отыр. Ас ішіп отырған кезде Қайсар кенет сөйлеп кетті. Бір жыл жақындап қалды. Көркем үнсіз тыңдап отыр. Біз сол туралы сөйлесуіміз керек. Көркем басын изеді. Бұл әңгімені екеуі де күтіп жүрген. Бірақ ешқайсысы оны бастауға батылы жетпеген. Келесі кеште олар аулада отырды. Аспанда жұлдыздар анық көрінеді. Қайсар ұзақ үнсіз отырды. Сосын жай ғана айтты. Басында бұл тек келісім еді. Көркем тыңдап отыр. Бірақ уақыт бәрін өзгертеді. Көркем жүрегінің қатты соғып тұрғанын сезді. Қайсар сөзін жалғастырды. Мен сені алғашында тек інісімнің жары ретінде қабылдадым. Біраз үнсіздік. Ал қазір олай емес. Көркем көзін төмен түсірді. Бұл сөздерді есту оған қиын да, жылы да еді. Көркем біраз уақыт үнсіз отырды. Жел жеңіл соғып тұр. Сосын жай ғана айтты. Мен де өзгердім. Қайсар оған қарады. Басында сен маған бөтен адам едім. Ал қазір? Көркем сәл жымиып қойды. Қазір сен бұл үйдің ең жақын адамсың. Бұл сөз Қайсардың жүрегіне тікелей жетті. Келесі күні олардың некесіне бір жыл толды. Бұл күн туралы екеуі де ұмытпаған. Кешке олар тағы да аулада отырды. Қайсар тыныш дауыспен сұрады. Келісімді есіңде ме? Көркем басын изеді. Бір жылдан кейін шешім қабылдаймыз дегенбіз. Қайсар біраз уақыт үнсіз қалды. Сосын жай ғана айтты. Менің шешімім дайын. Көркем оның көзіне қарады. Күздің тынық кешеді. Ауыл үстіне баяу қараңғылық түсіп келе жатты. Ауладағы алма ағаштарының жапырағы сарғайып, желмен сыбдырлап тұр. Көркем үйдің алдында отыр. Қолында жүн, бірақ ойы басқа жақта. Бір жыл бұрынғы өмірі есіне түсті. Сол кезде бұл үйге келгенде жүрегі мұңға толы еді. Ал Қайсар оған бөтен адам болатын. Ал қазір? Қайсар үйден шықты. Ұзын бойы кешкі жарықта анық көрінеді. Сары шашы желмен аздап қозғалып тұр. Көк көздері тыныш, бірақ терең. Ол Көркемнің жанына келіп тоқтады. Біраз уақыт екеуі үнсіз отырды. Бұл үнсіздік бұрынғыдай ыңғайсыз емес, керісінше жылы. Қайсар ақырын сөйледі. Көркем? Көркем оған бұрылып қарады. Қайсардың жүзінде бұрын байқалмаған жұмсақтық бар. Ол баяу жақындады. Көркемнің жүрегі қатты соғып кетті. Қайсар оның көздеріне қарады. Сол сәтте
Екеуі де бір-бірінің сезімін түсінгендей болды. Қайсар қолын жайлап Көркемнің қолына қойды. Сосын оған жақындап, ақырын ғана ерінен сүйді. Бұл асығыс емес, бұл жай ғана сезімді білдіру еді. Көркем алғашында сәл тосылып қалды, бірақ кейін көзін жұмды. Жүрегінде 1 жыл бойы жиналған сезім сол сәтте анық болды. Қайсар сәл алыстап, оның көзіне қарады. «Мен сені жақсы көрем, Көркем». Бұл сөз алғаш рет айтылды. Көркемнің көздері жұмсақ жымиыспен толды. «Мен де». Сол кеште олардың арасындағы соңғы қашықтық жоғалды. 1 жыл бұрын 2 бөтен адам болған 2 жан енді бір-біріне шын жақын адамдарға айналды. Жел баяу соғып тұр. Ауыл үстінде тыныштық. Ал Көркем мен Қайсардың өмірінде жаңа кезең басталған еді. Сіз қалай ойлайсыз? Көркем мен Қайсардың махаббаты дұрыс шешім болды ма? Егер сіз Көркемнің орнында болсаңыз, осындай тағдырды қабылдар ма едіңіз? Пікіріңізді комментарийге жазыңыз. Каналыма тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздердің қолдауларыңыз жаңа әсерлі әңгімелер жазуыма үлкен мотивация береді.